Максим, Майя, Руслан, Диана. Олар қарапайым балалар. Біреу үлкейген кезде кинолог болуды армандайды. Біреу жақсы тігеді. Біреу жағаны жануарларды жақсы көреді. Олар күледі, жылайды, достасады, армандайды. Және ковчег балалар үйінде тәрбиеленеді. Алайда олардан біз, яғни келешектер үйленуі керек бір қасиет бар. Олар ертең кешеге қарағанда аз да болса міндетті түрде жақсырақ болады деп сенеді. Және бұған ықпал ете алатынын біледі. Сіз де солай ете аласыз. Бір күні елімізде тіпті ковчег сияқты жылы балалар үйі қалмайды. Бүгінге бүкіл Қазақстан бойынша балалар үйлерінде 5000-нан астам бала тәрбиеленуде. Біреуінің ата-анасы қайтыс болса, енді біреулерінің ата-аналары ата-аналық құқығынан айырылған. Балалар мұндай жағдайға тап болғанына кінәлі емес. Бұл балалардың әрқайсысы кішісі болсын, үлкені болсын, отбасында болуға құқылы. БОО конвенциясында солай деп жазылған, және олардың жүректері солай сезінеді. Олар тікелей көмек сұрамайды, оған әдеттенбеген. Өмір оларды қиындықтарды өз күшімен еңсеріп отыруға, тәуелсіз болуға, байыпты болуға үйретуде. Дегенмен де олар басқалардың өздеріне деген ынтасы мен қамқорлығына сондай шынайы түрде қуанады. Себебі олардың әрқайсысы өздеріне құрдастарынан бұрын есеуге тура келген әлде сол баяғы бала. Олардың жанына үңіліп қарап, көбірек жылу сыйласаңыз, осы ең бір жарқын, ең шынайы жүректер ашыла түседі. Максим, Майя, Руслан, Диана және басқа да ондаған балалар отбасын табуды армандайды. Иә, бала тәрбиесі бұл үлкен жауапкершілік. Алайда тек бұл ғана емес, бұл сондай-ақ басқа ешбір жерден табуға болмайтын үлкен қуаныш. Біреудің өмірін өзгерте алғаныңды сезіну қуанышы. Бәріміз бірге олар үшін көп нәрсе жасай аламыз. Әр бала отбасына ие болуға құқылы.